Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен қайнатпалы қамырдан, яғни заварное тестодан кремді эклер пісірмекшімін. Сол менімен бірге болуларыңызды сұраймын. Қажетті заттарды мен описание бөлімінде қалдырамын. Суға майымызды, тұзымызды салып, газға қоямыз. Енді қайнап келе жатырғанда ұнымызды салып, араластырып, біркелкі масса шығарамыз. Ұнымыз енді табамыздың түбіне жайлап жабыса бастаған уақытта отымызды сөндіріп, қамырымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді осылай видеодағыдай қамырымыз кішкене суы үшін осылай қылып алдым. Массамыз өте ыссы болмай, қолды күйдірмейтіндей болғандай жағдайда жұмыртқамызды шағып, қамырымызды араластырамыз, жақсылап тұрып. Бірінші кезде өте ыңғайсыз болады, бірақ былғау арқылы жеңіл болады. Мен 4 жұмыртқа алған болатынмын. Сол 4 жұмыртқамның екеуін бірдей салып жіберіп араластырып жатырмын. Одан кейін қамырымыздың тығыздығына байланысты жұмыртқаны бір-бірден салып отырамыз. Менің жұмыртқам орташа жұмыртқа болғандықтан қазір қарайтын болам қамырымның консистенциясын. Міне осылай алып қараймыз. Менің қамырым әлі қою екен. Сондықтан да мен 4-ші жұмыртқаны бөлек ыдысқа салып араластырып, жартысын ғана құятын болам. Міне осылай астын үстіне шығарып, жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Біркелкі масса шығу керек. Менде қамырым әлі қою екен, сондықтан мен жұмыртқамның қалған бөлігінде салып жіберемін. Ол енді ұнның тығыздығына байланысты болатын шығар. Кездерде 3 жұмыртқа да жарайтын болады, 3 жұмыртқа жарым жарайтын болады. Мен бүгін 4 жұмыртқаны бәрін қосып жібердім. Міне осындай консистенция болса, міне сол жарайды. Енді оны қалташаларға салып, осындай қазір эклер пісіреміз. Мен торт жасайтын насаткалардың осындай түрін алдым. Енді табаға міне осындай етіп домалақтап шеңбер жасаймыз. Мен духовкамды қыздырып қойдым. 200 градусқа қосып қойдым. Оны енді 30 минуттай пісіріп алатын болам. Міне менің эклерім осындай болып пісті. Тағы бір ескерту, духовкаға салғаннан кейін оны ашуға болмайды. Енді біз оның ішіне салатын кремін жасайық. Ол үшін мен дүкеннің творогын алдым. Өте құрғақ екен творог, 5% творог алған болатынмын. Енді осыны осылай езіп жатырым. Осындай масса шықты менде. Енді сармайымызды вилканың көмегімен езіп, оған сахарный пудрамызды қосып араластырып аламыз. Өйткені қазір одан блендермен араластырғанда жан жаққа ұшып ұшпаш үшін осылай араластырып аламыз. Міне мен
осындай масса шығарып айналдырып алдым. Майым біркелкі масса болып ағарғанға дейін. Енді оған жаңағы жасаған кремді екеуін араластырып жатырмын. Майым менен творогтан жасаған кремді екеуін араластырып аламын осылай. Астынан төмен қарата көп езгілемей. Міне мен соңғы партиясын салдым. Осындай масса шықты. Мен бұны енді холодильникке ең кем дегенде 3 сағатқа салып қоям. Ол әбден қатып тұрғаннан кейін өте жақсы форма береді бізге. Енді жаңағы пісіріп алған эклерлерімізді қақ ортасынан осындай бөлеміз. Ішінің көрінісі осындай болып тұрады. Осылай қылып мен барлық эклерлерімнің бәрін осындай қылып бөліп алдым. Екіге бөліп алдым. Міне менің 3 сағат тұрған крем осындай болды. Енді торт жасайтын жаңа насадканы алып қалташаға кремді салып жатырым. Енді осыменен әсемдеп жасап көретін боламыз. Көріп атқан болсаңыздар, мен енді осындай кремді өзімше гүл қылып салып, оның үстіне эклерімнің екінші бетін жауып қойдым. Менде осындай дүние пайда болды. Құрметті менің оқырмандарым, егер менің видеом ұнаса, маған комментарий жазуды, лайк басуды, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен соңына дейін болғандарың үшін көп рахмет айтам. Қош сау болыңыздар.